Құрт қазақтың ежелден келе жатқан ұлттық тағамы, әрі өте пайдалы табиғи өнім. Күн сайын 3 құрт жесеңіз, ағзаңызды мынадай 4 түрлі аурудан сақтауға көмектеседі. Бір асқазан ішек аурулары құрттағы сүт қышқылы микрофлораны жақсартып, ас қорыту жүйесін реттейді. 2 сүйек пен буын аурулары. Құрамындағы кальций, фосфор сүйекті қатайтып, буындарды нығайтады. 3 жүрек қан тамыры аурулары құрт холестеринді төмендетіп, қан айналымын жақсартады. 4 тіс аурулары кальций мен минералдар тіс эмалін беріп, қуыстың алдын алады. Құрттың пайдасы: иммунитетті көтереді, табиғи ақуыз бен дәрумендер ағзаны суық тиюден, тұмаудан қорғайды. Артық салмақтан сақтайды, майы аз, бірақ қуатты, сондықтан тоясың, бірақ семіртпейді. Бауыр мен бүйрекке пайдалы, ағзаны зиянды заттардан тазартуға көмектеседі. Жүйкені тыныштандырады, құрамындағы магний мен фосфор жүйке жүйесіне жақсы әсер етеді. Энергия береді, көшпелілер ұзақ сапарда тек құртпен қарын тойдырып шаршамай жүрген. Құрттың зиянды жақтары: тұз мөлшері көп, қан қысымы жоғары, бүйрек немесе жүрек ауруы бар адамдарға зиян болуы мүмкін. Қатты тағамтың көп жеу тіс эмалін қажап, асқазанға ауырлық түсіруі мүмкін. Аллергия: сүт өнімдеріне төзімсіз адамдарда аллергиялық әсер беруі ықтимал. Ас қорытуға ауыр болуы мүмкін, әсіресе кішкентай балалар мен қарияларға. Сондықтан құртты пайдалы, бірақ шамамен күніне 2-3 данадан артық емес жеген дұрыс. Құртты қашан жеу керек? Таңертеңгі асқа шаймен бірге жесе, қуат береді. Түскі ас алдында көмектеседі. Ас қорытуға: сапарда, жолда. Тез тойдырады, қарынды ұзақ уақыт аштырмай. Спортпен айналысқанда энергия көзі ретінде пайдалы. Ұйықтар алдында көп жеуге болмайды, себебі асқазанға ауырлық түсіруі мүмкін. Құртты қалай жасайды? Бір сүтті пісіріп, айран немесе ірімшік түрінде ұйытады. 2 ұйыған сүттен сарымайын алып, қалғанын қайнатады, құрттың мәйегі дейді. Оны қазақтар 3 суы сарқылғанша сүзеді. 4 қою массаны қолмен домалақтап немесе сығып күнге кептіреді. 5 толық кепкен соң ұзақ уақыт сақтауға болады.